Қазір студенттер мен жоғарғы сынып оқушыларының уақытын құр өткізбей, жаз мезгілінде табыс тапқысы келетіні жасырын емес. Қолында дипломы болмаса да уақытша жұмысқа тұрғанды жөн көреді. Сондай кейіпкеріміздің бірі Диас Темір, 2-ші курс студенті. Каникул уақытын босқа өткізбей, азын-аулақ болса да табыс табуға кірісіп кеткен. Қазір ата-анасының әперген көлігімен такси жүргізушісі болып жүр. Айтуынша, күніне кем дегенде 5-10 мың теңгедей пайда көреді. Ондағы мақсаты отбасына салмақ салмай, оқу ақысы мен өзінің күнделікті керек жарағына ақша табу. Қазіргі таңда бізде 3 ай демалыс, сабақтан былай бөлек. Жұмыс енді қатты болмағасын, тек қазіргі уақытта тек таксимен айналысып жүрмін. Оқуға да бір жағынан көмек болады, артық ақша енді артық қылмайды ғой всегда. Бір жағынан енді өзіме керек жарақты заттарды алуға, одан бөлек ата-анама беретін ақша да болады деген сияқты жұмыс қой. Бұлай енді постоянно жұмыс емес. Түнгі уақытта жүрмеймін қазіргі. Тек таңда, мысалы, например, таңға 7-де басталады. Самый, мысалы, таксидің уақыты 7-де басталады. Где-то бір кешкі сағат 6-7-ге дейін ғой. Емтихандарын ойдағыдай тапсырып, табыс табуға кірісіп кеткендердің тағы бірі Арсен Жолдасқали. 3-ші курс бітірді. Қазір той саласында қызметте. Бос уақытты пайдаланып, үйдегілерге қолғабыс етіп, әрі қажетті оқу құралы мен киім кешегін түгендеп алмақ. Қазіргі уақытта енді студент болғасын, тұрақты жерлерге жұмысқа алмайды. Сондықтан өзім қазіргі уақытта той саласына шығып жүрмін, яғни ансамбль дейді ғой қазіргі уақытта. Құдаларды кіргіземіз, құдалала, күй бала, және де әйелі деген сияқты бар ғой. Жан-жары, келін кіргізу сияқты сондайларды кіргіземіз. Өлеңмен, әртүрлі бимен де қарсы аламыз. Содан түскен табыстарымды, шыққан табыстарымды өзіме жұмсалады енді. Ата-анама да берем. Одан бір шыққан табысым, яғни әрі кетсе 20 минут, 15-20 минут қой, енді кіріп шығамыз болды. Одан артық еш істемейміз. Одан тапқан табысым бір шыққанға 3000 сондай табыс табамыз. 3000, 4000 деген сияқты. Үлкен райондарға, басқа қалаларға болса, одан табыс кішкене үлкен болады енді. 7-8 мың деп айтайын, жалпы алғанда сондай. Еңбекке ерте араласқан жақсы әрине, алайда жастардың көбі екі қолға бір күрек тапсам болды деп, жұмыс берушіден еңбек шартын талап етпей жатады. Ал заңгерлер мұндайға жол бермеу керектігін айтады. Заң бойынша 14-тен асқаннан кейін жұмыс істеуге болады. Бірақ ескеретін нәрсе бар. Мәселен, еңбек кодексінің 69-шы бабына сәйкес 14-15 жастағы жасөспірім аптасына 24 сағат, 16-17 жастағылар аптасына 36 сағат жұмыс істеуі тиіс. Бізде жалпы жасөспірімдермен еңбек шартын жасауға тыйым салынбаған. Керісінше жасалу керек, егер жасөспірім жаңағы жасы 18-ге толмаған адам жұмысқа тұратын болса, онымен еңбек шарты жасалуы міндетті. Сонымен қатар 14-тен бастап 16-ға дейінгі аралықтағы балалардың да олардың да жұмыс жасауға құқықтары бар еңбек шарты. Ол енді оның сабағына кедергі келтірмейтіндей болу керек. Мысалы бір киосклардан, мысалға газеттерді алып тарату деген сияқты, оның жұмысына кедергі келтірмейтін бір жұмыстар болады ғой, сондай. Соған еңбек шартын жасап, олармен жұмыс жасауға болады. Бұның барлығында да ата-аналарының келісімі керек болады. Заңды өкілінің, яғни ата-анасының немесе оның орындағы басқа адамның келісімі керек болады. Жасөспірімдер көбіне даяшы, курьер, дүкенші болып еңбек етеді. Атырау облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Азамат Мәмбетовтің айтуынша, заман талабына сай сұранысқа ие мамандар қатары да өзгеріп келеді. Нарықта сұранысқа ие дрон ұшыратын мамандықтар, өте сұранысқа ие SMM мамандығы, сонымен қатар қазір соңғы кезде IT мамандықтары. IT мамандығы өте жоғары сұраныста. Енді ол мана айтып өтіп, программист емес, жалпы компьютердің мамандығы, ол үлкен мамандық. Атырау облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, былтыр және осы жылдың 5 ай ішінде жұмыс істеп жүрген жасөспірімдер құқығының бұзылуына байланысты ешқандай арыз-шағым түспеген. Ақтоты Өркешбаева, Фархат Тәжібаев, Тілек Асқаров, Каспия Ньюс.